Әрине, қуанышымызда шек жоқ. Барлығымыз бірімізді көріп, қуанып, риза болып биледік. Сондай. Енді елдің көңілінен шықтау деп ойлаймыз. Тойдың аяғына қарай осындай қысқа нұсқа сөздер айтып жатырмыз. Әрқашан аманшылықта кездесін, бүткіл халық аман болсын. Бізді танитындарға барлықтарына үлкен сәлем, танымайтындарға да сәлем. Бүткіл Қазақстан туған елімізге сәлем. Аман болайық, қайда жүрсек те, айту ортамыз ашылмасын. Қазақстан вперед! Жасасын. Әрқашан біздің жүрегіміз туған жерге, тарихи отанымызға келгенмен міне жүрегіміз Қазақстан деп соғады. Мына жердегі кісілер бүгін сондай қазақша көп сөйлесті. Енді өтірік айтпай қояйын, бір 30% қазақтардың құлағы шыңылдап жатыр ана жақта. Бәрін төңкеріп, ұлтымыз неміс болса да, жүрегімізде Қазақстан. Аман болайық. Бәрі жақсы болсын. Сау болыңыз. Аман болыңыз. Жүрген жеріңде, тұрған жеріңде, жатқан жеріңде. Денсаулықтың мықты болсын. Күлкіден беттеріне күлкі түспесін. Рахмет. Маған да келіңдер. Получына келсеңдер, бірге боламыз. Рахмет. Келеміз. Рахмет. Сау болыңдар. Сау болыңыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Не істеп жатсыз? Мына жерде міне қамыр жайып жатырмын. Ет асамыз ба бүгін? Ет уже дайын тұр. Керемет. Сіз Қазақстанда қайда тұрдыңыз? Қазақстанда Ақсуатта. Семейдің жанында ма? Семипалатинская область. Германияда қанша жыл тұрасыз? 21 жыл. 21 жыл болды. 2002 жылға келдік. Содан 21 жыл болды тұрып жатқанымызға Қазақстанда. Келгеніміз 20 жыл болды. Құрметті Қазақстанда. Мереке тойларымыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Әр үй отбасы аман болсын. Еліміз тыныштық болсын. Келгенімізге 20 жыл болды, бірақ сағынамыз. Қазағымыз енді туған жеріміз, еліміз деген сияқты. Көршіміз жақсы болдық, сыйласында. Балаларым бәрі осында, 11 немерем бар, 2 шөберем бар. Құдағы. Мына үлкен құдағы. Үлкен құдағы осы қасында. Жанда отыр жатыр. Бұл міне кіші сіңлім черпек жайып жатыр, бүгін міне осылай бір неме жасайық деп. Мына кісі кім? Мына кісі менің күйеуім. Ата. Атамыз. Ата. Ата. Сәлемдесік Қазақстанға. Сәлем Қазақстанға. Апейде бірдеңе айтпеші. Бізден де үлкен сәлем. Енді мына көріп отырсыздар ғой, мына жерде мен келіншегім черпек жайып, осы Қазақстанның тәуелсіздік алғанына енді бәріміз жиналып жатырмыз. Сұлтан бауырымыз келіп қалып, біраз видеоға түсіріп, енді Қазақстанға жібереміз деп. Бұл енді кісілер бәрі отырғандарымыз өзіміздің қайынекем, мынау Бажай, бұл кісі жеңгем, бұл құдағиымыз, ары жақтан құдашамыз отыр. Мына менің жұбайым, осындай енді жақсылықта жолығып, қуаныш күнде көп бола берсін. Бізге енді келгенімізге 20 жыл болды, бірақ мына өзіміздің дәстүрімізді, салтымызды ұмытқан жоқпыз. Өстіп жиналып, анда-санда бір видео түсіріп қоямыз. Осындай бір Чай ішеміз. Чай ішеміз деген сияқты енді елімізді жерімізді сағынамыз. Енді Қазақстан біздің отанымыз ғой, туып өскен жеріміз сол. Бәріңізге сәлем. 20 жыл болды Қазақстаннан кеткенімізде, бірақ дәстүрді ұмытпаймыз. Бауырсағымызды, қортымызды, черпегімізді бәрін жасаймыз әлі. Бұл енді біздің туған жеріміз, еліміз, өскен жеріміз деген сияқты. Қазақ айтады ғой, кіндік қан тамған жер, ол елім, жерім. Және қазақтар сыйласымды ғой. Және былай айтқанша 52 жыл бірге тұрдым, бәрін үйрендім. Осы уақытқа шейін сол дәстүрді ұстаймыз. Наурыз тойлаймыз, бәрі мейрамдарды тойлаймыз. Артырға қойып, черпек жайып, черпек саламыз. Қазы бәрі дайын, ет бәрі дайын, сорпасы бәрі дайын.
Çelpek jayılıp жатыр. Çelpek деген жайылып жатыр. Біздің бауырсағымыз міне мынау қазақтардан үйренген бауырсағымыз әлі үшін пісірам. Бүкіл Германия жауыз дейді бауырсақтардан. Той болсын, туған күн болсын. Бәрі заказ береді. Міне осындай бауырсақ пісіреміз біз. Иә. Запай бізге бауырсақ пісіріп береді. Қараймын сен арайлы, кешікпе кеуімдерім, мен тұрмын елімдемен. Деген алғашқа махаббат, екетінен екі сұрай, деген алғашқа махаббат. Құрметті отандастар, сіздерді әз наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жылымыз жайлы болып, бақ қарасын, қыдыр дарысын, кетпес дәулет кең берсін. Dostlar, mine yen asты. Arkadaş, man sehr offenbet mich.